Ыбырай Алтынсарин атындағы Тірек мектеп ресурстық орталығының жалпы білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Әзер Ахмет Әсейхан. Бүгін сіздермен қазақтың ханы Қасым хан жайында жаңағы сабақ өтеміз. Сабақтың мақсаты қазақтың Қасым ханның ішкі сыртқы саясатымен танысу және Қасым ханның тұлға ретіндегі жаңағы бағалау, қазақ ханның тұлғасы ретіндегі бағасы. 1511-1521 жылдары қазақ ханы Қасым хан 15 ғасырдың 70-90 жылдары жер үшін күрес жүргізді. 1510 жылы Шайбани ханның соңғы 4-ші жорығы Ұлытау жеріндегі Қасым ханның ұлысына бағытталды. Мұхаммед Шайбани хан 1506-1513 жылдары үздіксіз 4 рет қазақтарға жорық ұйымдастырылды. 1511-1513 жылдары Қасым хан Шайбанилермен ісімен айналысты. 1512-1513 жылдары ерте көктемінде Қараталдағы Қасым ханға Сайрам қаласындағы әкімі Қартабектен адам келіп, Қасым ханның билігін алуын сұрады. 1513 жылы жазында Шу бойында Қасым хан ордасында Андижанның Моғол ханы Сұлтан Сайд хан елшілікпен келді. 1517-1521 жылдары Қасым хан қазақ хандығының батысындағы белсенді саясат жүргізді. Қазақ ханы Қасым хан жайында жаңағы көптеген ұлы ғалымдар осындай жаңағы баға көрсеткен, өздері бағалаған. Захир ад-Дин Бабыр жұрттың айтуына қарағанда қазақ хандары мен сұлтандарының бірде-бірі бұл хандықты дәл осы Қасым ханның сияқты бағындыра алмаса керек. Оның әскері 300 мың адам болды. Ал Мұхаммед Қайдар Дулати болса, ол Дешті Қыпшақта толық билігін таратты. Оның халқы миллионнан асты. Жошы ханнан кейін ұлы жұртта дәл мұндай күшті хан болған жоқ деп баға берді. Қадырғали Жалайыр Жәнібек ханның ұлдарының ішіндегі аса ұлы белгілісі болған Қасым хан еді. Ұзақ уақыт атасының ұлысына патшалық етті. Төңірегіндегі уәлияттарды өзіне қаратты деп баға берді. Мұхаммед ибн Уәли Қасым хан Дешті Қыпшақтардың аймақтарында өз билігін күшейткен соншалықты оның әскерінің 200 мыңнан аса адам болды деп жаңағы сипаттап кетеді. Қайдар Рази болса 1515-1516 жылдары Қасым хан Жошы ұлысының тәртіпке келтірген және сондай бұдан да артық көз алдындағы елестету мүмкін емес. Оның халқының саны миллионға жетті деп баға беріп отыр. Қасым хан қазақ хандарының ішіндегі ең белдісі. Қасым ханның ішкі сыртқы саясатындағы жаңағы жүргізген саясаты ол қазақ халқының жаңағы тарихында хандардың ішіндегі ұлы хандардың жүргізген саясатында жаңағы тайға таңба басқандай көрінеді. Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағы жазылды. Ол 5 бөлімнен тұрды. Қасқа жол деп аталған қазақтар арасында бұрыннан қалыптасқан әдет-ғұрыптың ережелері негізінде Қасым хан тұсында жасалған, оның жасауына себеп болған жағдайлар мыналар. Қасым ханның билігі тұсында Керей, Жәнібек және бұрындық хандар кезінде қазақ қоғамы анағұрлым жоғары сатыға көтерілді. Қазақ халқының этникалық территориясы толығымен біріктірілді. Хандық билік этникалық территорияға толық тарап рөлі артты. Қазақ хандығының жаңа қалыптасқан жағдайындағы бұрынғы әдет-ғұрып заңы сай келмеді. Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюына ішкі феодалдық қырқыстар мен аласапыранды қылықтар аяқталды. Үнемі ер еліп, өріс бұзылып отыратын тайпалық талас-тартыстар тыйым салды. Ел ішіндегі бейбіт береке орнады. Мұның өзі көшпелі шаруалардың бұрыннан қалыптасқан дағдылы дәстүрлеріне, бай мал жайлыстарына мерзімі бойынша тиімді пайдалану кезінде өріс қоныс жайлау қыстауларының көшіп қонуына, бейбіт өмір өткізу, өндіріспен шұғылдануына қамтамасыз етті. Сөйтіп әлеуметтік өмірдің күшті әсері болды. Балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтай келе Қасым хан тақырыбында жаңа Қасым ханның тұлғасын сипаттап,
есте жазамыз және Қасым ханның сыртқы саясатына баға береміз. Осы екі тапсырманы орындаңдар.